достар, сізбен бірге мен Шұғыла. Және де бүгінгі видеода мен сіздермен менің карантиндегі бір күнім қалай өтіп жатқанымен бөлісетін боламын. Және де сіз менің өмірім туралы ғана біліп қоймай, арасында сіздерге арнайы бонустар дайындап қойдым. Ол бонустар сіздерге осы карантин уақытында көруге болатын фильм, сериал. Және де карантинді кеше ғана 30 сәуірге дейін ұзартты. Сондықтан бұл видео сіздерге актуальны, яғни сіздерге әлі де көмектеседі деген ойдамын. Видеоны бастамас бұрын менің Instagram, TikTok және осы YouTube арналыма жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеоны бастай берсек болады. Менің сүйікті фильмдерім біріншісі «Шпион», екіншісі «Одноклассники», үшіншісі «Безумно богатые азиаты», төртіншісі «Призрак» және бесіншісі «Человек-паук». Бұл менің сүйікті фильмдерімнің толық тізімі емес. Толық тізімін айту үшін көбірек уақыт кетеді. Егер де сіз арнайы жеке видео қаласаңыз, осы туралы комментарийге міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Оны мен оқитын боламын. Қазір мен ағылшын жасайын деп жатырмын. Бізде осындай видео урок, соны қараймыз, және де осы кітаптан тапсырмалар береді. Соны жазып, апайдың личкасына, яғни WhatsApp бойынша жібереміз, және дарынға кіріп, тест соларды өтуді ұмытып кетпейміз. Және келесі бұл тәрбие сағаты. Көрсетеміз тапсырма жерді, онда тоже слайд сұрып жібереміз. Химия, білімленден, дарыннан, сосын апайдың берген тапсырмасынан, слайдтан бәрін жасайтын боламын қазір. Келесі сабақ бұл физика және қазақстан тарихы. Бұларды да солай. Бірден видеом сохранить етіліп жатыр. Достар, мен әрең дегенде барлық сабағымды біттім. Қазір сағат 3 болды, және де каналыма видео салып та үлгердім. Видео, ал мынау 20
7 минут бұрын салып қойдым каналға. Егер сіз осы видеоны көріп отырып, мына видеоларды әлі көрмесеңіз, оны міндетті түрде көріңіз, себебі олар өте қызық және сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жалпы достар, мен пианино ойнап үйреніп жүргеніме көп болмады. Мен самоучкамын, ешқандай пианино уроктарына қатыспаймын. Интернеттен қараймын, немесе аккордтарын жаттап ойнаймын. Мен тек сольфеджио сабағына қатысамын. Ол жерде бізде қалай ойнау керек туралы жайлы айтпайды. Сондықтан қатысу етпеңіздер деп сұрағым келіп отыр. Менің видеолар түсіруде көмекшім осы штатив болып келеді. Жалпы барлық кезде деп айтсам да болады. Осы штативке қойып түсіремін видеоларды. Бұл қашан алынғаны және қандай марка екенін мен білмеймін. Менің үйімде ұзақ уақыттан бері тұр. Қазір мен сіздерге күшті жаттығу көрсетемін. Бұл жалпы тренировканың егер жалпы түрін алатын болсақ, бұл соның ішінде заминкаға жатады. Жалпы бұл жаттығу осылай қолды екі жаққа керіп тұрасыз, басқа ешнәрсе жасаудың қажеті жоқ. Барынша керуге тырысыңыздар және осы моментте тік отырыңыздар. Осы секундтан отырсаңыз, сіздің жалпы қолыңыздың, арқаңыздың, мышцалары иығыңыздың расслабленный болады. Және де растяжка көп уақыт жасағыңыз келіп жүрсе, осы жаттығудан бастасаңыз болады. Қазір мен жаттығуларды аптасына 3 рет жасап жүрмін. Ол тренировкалар, кәдімгі разминка, заминка және основной частен тұрады. Оларды мен арнайы Bearmy деген приложение арқылы жасап жүрмін. Ал в идеале, конечно, күнде жасаған дұрыс деп ойлаймын. Сериалдар тізімі. Біріншісі Ривердейл, екіншісі Скорпион. Бұл сериал туралы көбісі біле бермейді, бірақ та өте жақсы сериалдардың бірі. Үшіншісі Детство Шелдона. Төртіншісі кезекте Дисней мен Никелодионның сериалдары. Төртіншісі Волшебники из Вейверли Плейс. Бесіншісі Виктория Победительница. Бұл сериалдарды қайталап көре бергім келеді. Кешіктірген обедім, яғни поздний обед болып табылады. Өте дәмді, үйде жасап көрсеңіздер болады. Бұл макаронмен қасына свекла, қызылша қосылған.
there are several things that you do. You pick out the music for the party. Something және достар, осымен менің видеом аяқталды. Мен қазір курсты көріп біттім және де өзім тағы да бір-екі жұмысын жасап, қазір төсегім салып ұйықтайын деп жатырмын. Сіздерге бұл влог, бұл карантиндегі менің бір күнім ұнаса, онда лайк басып, комментарийге туралы жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де екінші бөлімін, яғни осындай влогтың екіншісін қалайсыздар ма, сол туралы жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де ең бастысы астында қызыл кнопка, яғни подписаться дегенді басып, сонымен қасындағы қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанмен шұғыла.